Все. Қайтадан қайырлы күн, құрметті қоғамдық қатысушылар. Міне бүгін сіздердің ауылдарыңызда тағы да қоғамдық тыңдау өткізіп жатырмыз. Сол бойынша екінші баяндама қазір жасалады. Қазір төрағаға сөз берейік. Регистрация. Где вы? Регистрация мы уже дали, да? Там беріп қалды. Бермін. Қоғам жоқ қая. Ну, если никто не против, пока регистрируется, можно начинать. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Тыңдауды қай тілде өткізген жөн, мемлекеттік немесе орыс тілінде? Всем удобно, да, на государственном? Мен Ақсуайлы ауылдық округі әкімнің орынбасары, Құрманбай Ерсай Жанатұлы. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың төрағасы боламын. Бүгін 2026 жылдың 2 сәуірінде 23.08.2025 жылдың нөмірі 35-92 қатты пайдалану қазбаларды барлауға арналған лицензия алаңында қатты пайдалы қазбаларды барлау кезеңінде қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін материалдар бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдауларды өткізілуде. Қоғамдық тыңдау ашық деп жарияланады. Қоғамдық тыңдаулардың бастамашысы Geomine Capital ЖШС, экологиялық құжаттаманың мердігері Green Ecology Pro ЖШС. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес хатшыны сайлау қажет. Хатшы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасын мемлекеттік және орыс тілдерінде сапалы жасауға жауапты болады. Хаттамаға қол қояды және екі жұмыс күн ішінде хаттаманың бірыңғай экологиялық порталына жүктейді. Хатшы Байжан Ербол Тасболатұлы. Кім келсе де қол көтеруді сұраймын. Все за, да? Күн тәртібін ұсынамын. Қоғамдық тыңдауларда қатысушыларды тіркеу, келісілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы, баяндамашылардың сөз сөйлеу 10 минут, баяндамаларды талқылау 30 минут, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық қатысушыларға ескертулер мен ұсыныстарға жауап береді. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау 10 минут. Кім келсе де қол көтеріп сұраймын. Сөз баяндамашы Байжан Ербол Тасболатұлына беріледі. Рахмет. Құрметті қоғамға қатысушы. Қалайық, жаңа регламент бойынша егер сұрақтарыңыз болса, қолдарыңызды көтеріп, аты-жөндеріңізді айтып, сұрақтарыңыз қойылсын. Протоколға керек болды, хаттамаға. Рахмет ағам. Рұқсат болса. Құрметті қоғам тыңдау қатысушылар, бүгінгі 2 сәуір сағат 12-де өтіп жатқан қоғам тыңдаудың келесі презентациясын жасауға рұқсат етіңіздер. Второй слайд. Бүгін экологиялық кодекстің 96 бабына сәйкес 2025 жылы 23 тамыздағы 3592 қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия аумағында барлау жұмыстарын жүргізу кезінде әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілуде. Экологиялық кодекстің 120 бабына сәйкес көзделіп отырған қызмет жүзеге асыру үшін әсер етуге экологиялық рұқсаттың болуы міндетті. Осы тыңдауларда қарастырылып отырған материалдар ластаушы заттар шығарындыларының нормативтерін, сондай-ақ қалдықтарды уақытша жинақтау лимиттерін белгілейді. 3 слайд, 3 слайд. Әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін мемлекеттік экологиялық сараптамадан өтуі тиіс жобалық құжаттардың құрамына мыналары кіреді. Жол берілетін шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары. 4 слайд жүрсін. Geomine Capital жауапкершілігі шектеулі серіктестік 2025 жылғы 23 тамыздағы нөмір 3592 қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия негіз болып табылады. Осы бойынша 6 блоктан тұратын жер қойнауы телімі шегінде экологиялық барлау жұмыстарын жүргізуді көздейді. 5 слайд, 5 слайд. Әкімшілік тұрғыдан лицензиялық аумақ Қарағанды облысы Шет ауданы Ақсуайлы ауылдық округі жерлерінің аумағында орналасқан. Ең жақын елді мекендер солтүстікке қарай 5,6 шақырым жерде Еңбекшіл ауылы, солтүстікке қарай 12 шақырым жерде Ақсу ауылы, 15 шақырым және Ақсу ауылы, 15 шақырым жерде 16 шақырым жерде Нұра ауылы орналасқан. 6-7 слайдтар, 6-7 слайд. Барлау жоспарында келесі жұмыстарды жүргізу көзделген. Геофизикалық зерттеулер.
орларды қазу, барлау, бұрғылауы, сынама алу және зертханалық зерттеулер. Жұмыстарды жүргізу мерзімі 2026-2030 жылдар аралығында. 8-9 слайдтар, 8-9 слайд. Жол берілетін шығарындылар нормативтердің жобасы. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 2 қосымшасының 2 бөлімі 7-12 тармағына сәйкес қатты пайдалы қазбаларды барлау 2 санаттағы объектілерге жатады. Іздеу геологиялық барлау жұмыстары бойынша көзделіп отырған қызмет санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес шектелмейді. Қоршаған ортаны ластаудың негізгі көздеріне жер жұмыстары, бұрғылау жұмыстары, дизельді генератор мен жанармай құю көлігінің жұмысы жатады. Жұмыстар аяқталғаннан кейін бүлінген жерлерді қайтадан қалпына келтіру жүргізіледі. Барлау жоспарында ғимараттар мен құрылыстар салу қарастырылмаған. Жұмыс жүргізу кезінде атмосфераға құрамында кремний қос тотығы 70-20% аралығында болатын биорганикалық шаң түзіледі. Көміртек оксиді, азот оксиді, азот диоксиді және күкірт сутек бөлінеді. Атмосфералық ластаушы заттардың жалпы шығарындысы жылына шамамен 15,0 тоннаны құрайды. 10 слайд. Есепте атмосфералық 10 слайд. Есепте атмосфералық ауаны қорғау бойынша кәсіпорында келесі шаралар жүргізу ұсынылады. Бірінші, жұмыстар технологиялық регламентке сәйкес орындау. Екінші, бүлінген жерлерді уақытылы қайта қалпына келтіру, рекультивация жасау. Үшінші, барлау ұңғымаларын бұрғылау кезінде жуу сұйықтығын қолдану. Шаңдануды болдырмау үшін құнарлы топырақ қауым үйіндісін пленкамен жабу. Топырақ үйіндісін гидросуландыру, су бүрку, жылжымалы металл зұңғыштарды пайдалану. Қатты және шаң түсетін қалдықтарды тасымалдау кезінде көлік құралын қорғаныс пленкасымен немесе жапқыш материалмен қамтамасыз ету. 11-12 слайд. 11 слайд. Қалдықтарды басқару бағдарламасы. Іздеу геологиялық барлау жұмыстар кезінде өндіріс және тұтыну қалдықтары түзіледі. Қауіпті қалдықтар жылына 0,216 тоннаға дейін, қауіпсіз қалдықтар жылына 4,9518 тоннаға дейін. Оның ішінде бірінші, тұрмыстық қатты қалдықтар жылына 1,35 тонна, қызметкерлердің тыныс тіршілігі барысында түзіледі. Екінші, медициналық қалдықтар жылына 0,10 мыңнан 18 тонна, кәсіпорын қызметкерлерін медициналық көмек көрсету және медициналық қобдишаларды пайдалану барысында түзіледі. Үшінші, майланған шүберектер жылына 0,216 тонна арнайы техника мен автокөлік пайдалану және ағымдағы жөндеу кезінде түзіледі. Төртінші, бұрғылау шламы 0,72-ден 3,6 тоннаға дейін. Колонкалық ұңғымаларын бұрғылау кезінде түзіледі. Қалдықтарды жинақтау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес арнайы жабдықталған контейнерлерде қарастырылған. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 320 бабы 2 тармағының 1 тармақшасына сәйкес қалдықтарды кәдеге жаратуға бергенге дейін олар түзілген жерде уақытша сақтау мерзімі 6 айдан аспауы тиіс. Қалдықтарды шығару бойынша мамандандырылған ұйымдармен шарттар жұмыс басталғанға дейін жасалады. Қауіпті қалдықтарды кәдеге жаратумен айналысатын ұйымдардың мемлекеттік лицензиясы болуы міндетті. Көзделіп отырған қызмет қалдықтарды көмуді қарастырмайды. 13 слайд. 13 слайд. Бағдарламада келесі шаралар қарастырылған. Бірінші, нысанда қоршаған ортаға өндірістік экологиялық бақылау жүргізу. Екінші, қалдықтардың түзілуін, уақытша сақталуын және шығарылуын есепке алып жүргізу. Үшінші, қалдықтар тек осы мақсатта арналған арнайы орындарда сыйымдылықтар мен контейнерлерде уақытша жинақтау. Төртінші, қалдықтарды осы мақсатқа арнайы жабдықталған көлік құралдарымен тасымалдау. Бесінші, материалдар шығынын есепке алу жүргізу. Алтыншы, қалдықтарды бөлек жинау. Жетінші, арнайы техниканы жөндеу жұмыстарын мамандандырылған ұйымдарда жүргізу. Сегізінші, қалдықтарды шығару үшін мамандандырылған ұйымдармен шарттар жасасу. 14 слайд, 14 слайд. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 182 бабына сәйкес бірінші және екінші санаттағы объектілердің операторлары өндірістік экологиялық бақылау жүзеге асыруға міндетті. Екінші, Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 183 бабына сәйкес өндірістік экологиялық бақылау экологиялық рұқсаттың бір бөлігі болып табылатын өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы негізінде жүргізіледі. Үшінші, экологиялық бақылау бағдарламасында көзделіп отырған қызмет туралы қысқаша мәліметтер, қалдықтардың түзілуі, мөлшері,
мен шығарынды көздері туралы жалпы ақпарат, сондай-ақ экологиялық бақылаудың көлемі мен мерзімділік көрсетіледі. Төртінші, бағдарламада шығарынды көздерінде есептеу әдісімен 90 сайынғы бақылау жүргізу қарастырылған. Бесінші, экологиялық бақылаудың нәтижесі бағдарлама бойынша 90 сайынғы есеп болып табылады. 15 слайд, 15 слайд. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы кодекстің 125 бабының талаптарына сәйкес екінші санаттағы объекті болып үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алуға өтінімге қосымша ретінде әзірленеді. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар тізбесі. Бірінші, бұрғылау алаңдарын ұйымдастыру кезінде топырақ үйінділерін пленкамен жабу арқылы шаңды басу қарастырылған. Бұл іс-шара үйінді бетінен шаңның ұшуын болдырмауға мүмкіндік береді. Екінші, орларды қазу кезінде топырақ үйінділерін гидросуландыру, су бүрку қарастырылған. Бұл іс-шара топырақ бетінен шаңның ұшуын болдырмайды. Үшінші, Қазақстан жер кодексінің 140 бабына сәйкес іс-шаралар жоспарында геологиялық барлау жұмыстары барысында бүлінген барлық жерлерді қайта қалпына қарастырылған келтіруге. Рекультивация дейді ғой. Төртінші, жанар-жағармай материалдарын құю немесе айдау кезінде металл табақшыларды, поддондарды пайдалану қарастырылған. Бұл жанар-жағармай топыраққа төгілуін болдырмауға, сол арқылы топырақ қабаты мен жер асты суларының ластануын болдырмауға бағытталған. Бесінші, биоалуантүрлілікті және жабайы жануарлардың тіршілік ету ортасын сақтау мақсатында кәсіпорын келесі іс-шараларды көздейді. Бірінші, арнайы техника мен автокөлікке екінші реттік дыбыс өшіргіштерді орнату. Бұл шу әсерін және зиянды газдардың бөлінуін азайтады. Екінші, ақпараттық стендтер дайындау және қызметкерлерге жануарларға құқықтық қарау, аулауға және атуға, ұяларды бұзуға тыйым салу бойынша нұсқаулық береді. Алтыншы, әкімдікпен келісім бойынша жақын маңдағы елді мекенді көгалдандыру іс-шаралары қарастырылған. Іс-шаралар қаржыландыру көзі меншікті қаражаттан болады. Іс-шаралар өткізу мерзімі 2026-2030 жылдары аралығында. Назарларыңызға рахмет, осымен баяндамам тәмам. Сұрақтарыңыз бойынша. Енді сіздер айтып жатсыздар ғой, жаңағы қазанымыз итеміз, су Можно представиться? Мен Ақсу ауылдық округ әкімінің орынбасарымын. Сіздер айтып жатсыздар ғой, жаңағы қазанымыз, су себеміз, итеміз деп. Енді ол 100% па, жаңағындай шам нетіп, ол жаңағындай ол жақта да түсінікті сол нетеді. Жаңағындай адамға зияны келтірмей ма, жаңағындай неге сол жақта жүретін мал жайылады мысалы, соған ешқандай зиян не болмай ма деген ғой просто. Бұл біріншіден өзім таныстырып кетейін. Есім Болат Рахмедиұлы, Геомайн Капитал жоба жетекшісімін. Біріншіден енді жаңағындай бұрғылау кезінде бұл добыча емес, үлкен бұл жерде бұрғылау жұмыстары ғана, бұл жерде ондай үлкен әсер шығатындай шаң болмайды бұл жерде. Жаңа анау местный шаң ғана шығады, енді бәрі местный подавление. Анау бұрғылаған скважина сол жерден ғана үлкен добычадан шаң шығатын ондай болмайды бұл жерде. Енді сіздердің мақсаттарыңыз не деп мысалы үшін? Бұл жерде біз кен қазба іздеп жатқанбыз. Біз мақсатымыз бұл жерде қазір мыс қазбасын соған көздеп отырмыз. Бұл жерде мыс қазбасы шығады деген негізі жоспар бар. Соған болжап отырмыз. Соны енді дәлелдеуіміз керек. Пока 26-30 арасында пока қазасыздар, одан кейін әрі қарай уже жұмыстарын ете бересіздер, иә? Бұл бірінші разведкамен бүкіл подтверждать ету керек. Ол енді соңғы результат қалай болатынын енді білмеймін. Сол разведка результаты ол жерде жаңағы тиімді бола ма, тиімді болмай ма, тиімді болмаса разведкадан кейін бәрі жаңағы рекультивация жасалады, орнында тоқтайды. Тиімді болса әрі қаратай уже разведкадан кейін уже проектирование, карьера, добыча бәрі әрі қаратай жасалады. Ал енді үшінші сұрағым, бағана бірінші жиналыста сұрақ қойылды ғой, жаңағы 10 адамның несімен жаңағы өтесіздер деп, жаңағы 10 неме жаңағы? Бұл жерде жаңағы 10 землекөлізі. Иә, сондаймен 10 жаңағы пайдаланушы жерлермен. Енді бұл жерде жаңағы, например, бір жаңағы пайдалану иесі келіспей қалса ше, мен жоқ, мен келіспеймін деген сияқты. Ондай жағдайда. Бұл жерде бірінші мынандай жағдай. Мына жерде территория алаңымызда 10 жер қолданушы болса, біз нақты жаңағы бұрғылайтын жеріміз бәрі 10 адамның жеріне түспейді. Біз қай жерге бұрғылайтын жеріміз түседі, кімнің жеріне. Например, біздің блоктар тұр ғой, біздің қазір бірінші геофизика өтеді, біз жерге тиіспейміз. Геофизика, маршрут картасын жасаймыз. Кейін бурение, например, бізге үш жерде ғана болатын болса, біз үш жерде бұрғылайтын маңайында кімнің
жер болып түседі, сол кісілерден договор жасаймыз. Басқа жерлердің кісілеріне тиіспесек, жердің қысына ешқайсысына олармен онда келіспейміз. Сіз менің сұрағымды түсінбедіңіз ғой. Мен именно сол 10 мың деп тұрған жоқ. Например, именно сол адамның жерінен өтесіз. Түсіндім. Ендігісі келіспеген жағдайда. Ол келіспегенде жағдай болса, онда өз арамызда ол уже сотқа жүгіреміз. Жоқ, мен айтады ғой, мысалы менің айтуым мүмкін, мысалы мен жерім, мен бұл жерде қазуға келіспеймін. Бұл енді жердің ондай жағдай болады ғой. Жердің асты енді бұл мемлекеттік қой, мемлекет бізге сол үшін рұқсат берді ғой. Оның заңы бар. Заңы бар, ол болмаса біз сотқа жүгіріп, сот арқылы уже принудительно сервитутқа қол қойғызамыз онда. А сол жаңағы келіскен жағдайда жаңағы адамға ақшасы бірдемесі төлене ме? Ақша төленеді, оны келісім арамызда әртүрлі, әр адаммен әртүрлі келісіп. Бірақ негізгі біз енді 99.9% келісеміз, келісіп атамыз. Жаңағы біріншінде тоже сұрақ қойылды, жаңағы жұмысқа адамдарды аламыз деп. Сіздердің тараптарыңыз айтып отырсыздар, біз 3-4 адамды аламыз деп ше. Оның жалақысы бәрі қалай болады? Сіздер қоясыздар ма, или оны жаңағы жалақыны ол біздің өзіміздің жаңағы штаттық расписание бойынша. Сол қоясыздар. Просто бізде көп қой, алмалы бар, түріктер бар, соларға біздің тарапымызда мысалы ауылдардан адамдар тұрады, осы жұмыссыздар бізде көп қой, бізде население көп, алтын бірдеме халық болғаннан бізде жұмыссыздар адамдар болады жаңағындай. Мысалы жаңағы КамАЗға неге тұрады? Жаңағындай сіз қазба жұмысқа қарапайым адамдарды аласыз ғой жүрген. Бізде сіздер өздеріңіз айтып тұрсыз, специалисттер бар деп тұрсыздар. Соның жалақысын бәрі нормально болсаңдар, негізі бізде ауылда істейтін адамдар бар ше, ондай қарапайым өзінің адамдар, жер қазуға неге ше, жалақылар. Жаңа айтып отыр ғой, мансап арқылы өтініш бересіздер. Мансап айтады, мысалы осындай адамдарды алсаңыздар. Мынау негізі осы шет районда бізде объект көп қой, сол негізі келген сайын мен бәр жерден келшоқта болды, халықтың бәрін айтып отырмын. Қазіргі біліп жатқан жастар бар ғой, именно геологияны, горный деланы оқыңдар деп. Өйткені осы регион, шет район, өзі бүкіл развитие горной промышленности болды. Ондай мамандар бар ма негізі бізде? Бізде азақ, осы шет районда азақ. Енді өз шақтың өзім баста өзі политехтен оқып, негізгі бұл мамандар аз. Ал қазіргі салада бұл мамандар жалақыларды өте жоғары, жұмыста болады, бұның бәрі кейін осы... Ол үшін қайда түсіп политехқа ма? Қарағанды политех, басқа асқылар келді. Бүкіл маман, машинерия, геология, геофизика бәрі бар ішінде. 4 жыл пока барлай. Ерді табылып ататын болса, специалисттер керек. Қазір күн болашақты ойлау керек. Орташа даже геология, орташа геологтарды өзінің жалақылары 1 миллионнан төмен болмайды. Ол үшін кәдімгі специалист болу керек дейсіз ғой. Ол бәрі үйренеді ғой. Мен осы жақтан да іздеп жүрген балалар, кім жаңағындай бір бітіріп келген балалар өзіміз алып кетеміз, оқытып аламыз өзіміздің Қазақстанның жетіспей жатыр адамымызға. Енді қазір түсетіндер қазақ әдебиеті, экономфак, юрфак, көбінесе солар ғой жаңа, медик, енді оларға көп етіп өмейді. Жоқ, негізі былай енді істейін деген несі болса, жаңа бұл мамандық жақсы мамандық қой кәдімгі. Қазір именно Қазақстанда қатты дамып жатқан, осы сал қатты дамып жатқан сала ғой. Президенттің несімен бойынша қатты дамып жатыр өте. Енді сұрақтарыңыз бар ма? Енді сұрақтарыңыз болмаса, егер жұртшылықтың барлық ескертулері мен ұсыныстары қоғамдық тыңдаулар хаттамасында көрініс табатын болады, қоғамдық тыңдаулар жабық деп жариялаймын. Бәріңізге рахмет. Спасибо.